Көздейміз. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар және ата-аналар, мектебіміздің қамқоршылық кеңесінің мүшелері, ата-аналар комитеті және құрметті әлеуметтік желі қолданушылары. Мен Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты нөмір 49 жалпы орта білім беретін мектебінің директоры Сарыбасов Асылбек Асанұлы, мектеп қамқоршылық кеңесінің төрағасы және мүшелері, ата-аналар комитеті алдында нөмір 49 жалпы орта білім беретін мектебінің 2021-2022 оқу жылының бірінші жартыжылдықта атқарылған жұмыстары жайлы баяндайтын боламын. Тарихын білмеген тамырында білмейді демекші, кез келген мектептің өз тарихы бар. Біздің мектебіміздің тарихы сонау 1963 жылдан басталады. Осы жылдар ішінде білім шаңырағы қазақ деген ұлтымыздың білімді азаматтарын дайындап шығаратын қара шаңыраққа айналды. Мектеп болашақ негізін қалыптастыратын, ел мерейін асқақтататын, тұлғалар баптайтын құтты мекен. Сан қыранды өмір өлгесіне самғатқан алтын ұямыздың құрылған күннен бастап көптеген білімді де тәжірибелі мұғалімдер мен ұлағатты ұстаздар еңбек етті. Қазыналы білім ордасына айналған 49 жалпы орта білім беретін мектебінің әрбір шәкірттері білім көкжиегіне сеніммен ұмтылып, мектеп мақтанышына айналуды мақсат етсе, инемен құдық қазғандай білім тұңғиығын нәрін алған алтын белгі үздік аттестат иегерлері бұл күнде республикамыздың барлық аймағында еліміздің дамуына өз үлестерін қосуда. Бүгінгі күні 49 жалпы орта білім беретін мектебі ынталы еңбегімен халыққа танымал, беделдері биік мектеп түлектерімен мақтан тұтады. 2021-2022 оқу жылынан бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша мектебімізде 1-4 сыныптар арасында 864, 5-9 сыныптар арасында 813, 10-11 сыныптар арасында 274 оқушылармен аяқтағалы отыр. Оның ішінде 2 және 11 сыныптар арасында үздік оқушылар саны 124, жақсы деңгейде оқушылар саны 417. 2021-2022 оқу жылының бірінші 90 қорытындысы бойынша мектебімізде көрсетілген білім сапасы 40%-ді көрсетіп отыр. Мектепте жалпы 195 мұғалім қызмет атқаруда. Мемлекеттік қызмет көрсету аясында ұстаздардың өтініштері негізінде Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің нөмір 83, нөмір 192, нөмір 202 бұйрықтарына сүйене отырып, адалдық пен ашықтықтың шеңберінде педагогикалық қызметкерлердің мерзіммен және мерзімінен бұрын аттестаттаудан өткізілуде. Мұғалімдердің жаңартылған біліктілік санатын арттыру бойынша 133 мұғалім сертификатталды. Атап айтқанда 1 педагог шебер, 42 педагог зерттеуші, 37 педагог сарапшы, 57 педагог модератор және 8 магистр мұғалім қызмет атқаруда. Мұғалімдерді аттестаттау кезінде, яғни ұлттық тестілеу барысында мұғалімдер тарапынан ешқандай құқық бұзушылық орын алған жоқ. Сонымен қатар бұрынғы ескі санат бойынша мектебімізде жоғарғы санатты 8 мұғалім, бірінші санатты 4 мұғалім, екінші санатты 13 мұғаліміміз бар. Санатсыз мұғалімдеріміздің саны жас мамандар әліне 37-ге толып отыр. Арнайы оқу курсынан өткен мұғалім жаратылыстану, математика пәндері бойынша ағылшын тілінде меңгеретін 12 мұғалім сабақ беруде. Мектебіміздің осынау жылдардағы білім, жалпы тәрбие саласында жеткен жетістіктеріне тоқтала кетер болсам, білім және ғылым министрінің құрмет грамотасымен бастауыш сынып мұғалімі Қырықбаева Жанат Керімқұловна, орыс тілі пән әдебиетінің мұғалімі Ибраева Ақбөпе Дәулетжановна, ағылшын тілі пән мұғалімі Тұрсыбекова Гүлбира Әбдіразақовна марапатталды. Биылғы оқу жылында қалалық білім басқармасының дарын орталығымен ұйымдастыруымен жалпы білім беретін пәндер 5-6 сынып оқушылар арасындағы пәндік олимпиадаға қатысып, 1 оқушымыз 1-ші орын, 8 оқушымыз 2-ші орын және 4 оқушымыз 3-ші орын жүлделі орындармен көрінді. Сонымен қатар республикалық 8-ші Ақберен өнер байқауына 10-ші В сынып оқушысы Қуандықова Зарина және жетекшісі Қалбаева Айгүл апайымыз қатысып, шешендік білгірлік номинациясы бойынша 1-ші орын иегері атанды. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті халықаралық педагогикалық шығармашылық ғылымның дамуын қоры ұйымдастыруымен 29-ші қазан күні өткен 21-ші ғасырдың ғылым мен білімін
өзекті мәселелер атты оқушылар мен студенттерге арналған жас ғалымдар мен зерттеушілерге арналған 9-шы республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияға қатысып, 8-ші сынып оқушысы Смейірхан Алижан 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Дәл осындай марапат 2-ші сынып оқушысы Құрал Рима және де мынау жас дарын конкурсына қатысып, Нұралы Ұлжан деген оқушымыз халықаралық фестивальда 1-ші орын жүлдегер аталды. Сонымен қатар 2-ші сынып оқушысы Қансапар Нұржігіт Қазақ радиосының 100 жылдығына 100 өнерпаз республикалық радио байқауының жеңімпазы атанды. 2005-2011 жылғы жасөспірімдер арасында мектебімізде жүргізілетін грек-рим күресінен Өмірбек Бауыржан 1-ші орынмен иеленді. Карате Шотокан Қазақстан Республикасының чемпионатында 16-17 жас аралығында 50 кг салмақта мектебіміздің 9-10 сынып оқушысы Сайтбек Мери 1-ші орынды иеленді. Сонымен қатар, мынау мектебімізде футбол үйірмесінен ізгілік куб турнирінде мектебіміз 1-ші орынды қанжығасына байлады. 10-ші сынып оқушысы Әшімхан Тұрлыбай Азия чемпионатында қола жүлдегермен жақында ғана марапатталды. Спорт ардагері Мысықбаевты еске алуға арналған 2005-2010 жылдар аралығында грек-рим күресінен 50 кг салмақ дәрежесінде мектебіміздің 11-ші сынып оқушысы Өмірбек Нұрқазым 1-ші орынмен марапатталды. Сонымен қатар биылғы оқу жылында Шымкент қаласы дарын орталығының ұйымдастыруымен елбасы жобасы аясында елбасы медалі бағдарламасының аясында 5 оқушымыз және 1 ұстазымыз елбасымыздың қола медалына иегер атанды. Олар атап айтатын болсам, Қуандықова Зарина, Мұратбек Аружан, Сағидулла Мерей, Тышанбай Назерке және Кенжаева Аяна және 1 мұғаліміміз, биология пәні мұғалімі Оңғарбаева Ағырке апайымыз қатысып марапатталды. Сонымен қатар 2021-2022 оқу жылында әлеуметтік педагог қызметіндегі жұмыс барысымен таныстыра кететін болсам, сынып жетекшілер ата-аналармен жұмыс істеу үшін оқушылармен педагогикалық психологиялық мінездемесін, әлеуметтік паспортын, қорғаншылық кеңес, әлеуметтік тұрмысы төмен оқушылармен оларды ыстық тамақпен қамту және әлеуметтік ақпарат бағытында жүргізілді. Сынып жетекшілермен бірге жұмыс жүргізе отырып, оқушылардың тұрмыс жағдайын тексеру акциясы арқылы соның нәтижесінде мектебіміздің әлеуметтік картасы жасақталды. Жалпы мектебімізде көп балалы отбасынан шыққан оқушылар саны 1193, тол жетім оқушылар 1, жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған оқушы 9, жартылай жетім оқушылар 97, аз қамтылған отбасынан шыққан оқушылар саны 219, мүмкіндігі шектеулі үйде оқытылатын денсаулығына байланысты оқушылар саны 13, сәтсіз отбасылар әзірше жоқ. Мемлекеттік білім берудің мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардың, сондай-ақ мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын жан басына шаққанда табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасының төмен отбасылардан шыққан білім алушылар мен тәрбиеленушілеріне және жетім балалар ата-ана қамқорлығынсыз қалып, отбасыларында тұратын балаларға төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемақы талап ететін отбасылардан шыққан балаларға 73 білім алушылар мен жазғы қала сыртындағы лагермен қамтылды. Сонымен қатар 1035 білім алушы тәрбиеленушіге жылдың басында 1 реттік мектеп формасы және мектепке жабдықтарға, мектеп құрал жабдықтарына 30 000 теңге көлемінде арнайы білім басқармасы тарапынан үкіметтің 64-ші қаулысына сәйкес жүзеге асырылды. Қыркүйек айында 752 оқушы, қазан айында 743 оқушы, ал қараша айында мектебімізде бір мезгіл ыстық тамақпен 800 оқушы қамтылды. Ондағы 800 оқушыны бағанағы жоғарыда көрсетілген атаулы әлеуметтік көмек алатын оқушылар мерзімі бойынша бір мезгіл мектепте ыстық тамақпен қамтылды. Қамтылған ыстық тамақтың сапасын тексеру мақсатында ата-аналар комитетінен, қамқоршылық кеңесінен браконьерлік комиссия құрылып, апта сайын жұмыс мектеп әкімшілігінің қатаң бақылауында жүргізіліп отырды. Мектепке жол акциясы аясында 2021 жылдың 3 қыркүйек күні өзін-өзі даму бірлестігінің ұйымдастыруымен жартылай жетім аз қамтылған 5 отбасы мектеп құрал жабдықтарымен жабдықталып, оқулықтармен қамтамасыз етілді. Білім басқармасының хаты негізінде қамқоршылар күні мерекесі аясында жартылай жетім қамқорлығынсыз қалған 5-ші сынып оқушысы
Көпжасар Айбек Жәнібекұлы ұсынып, демеушілер тарапынан сырт киім, бас киім және аяқ киіммен қамтамасыз етілді. Сонымен қатар биылғы оқу жылында білім басқармасының хаты негізінде және қамқоршылық комиссиясының шешімімен президент шыршасына мерекесіне 7 және ата-ана қамқорлығында қалған мектебіміздің 2 оқушымыз Алмахан Ерхан Әшірбекұлы, Көпжасар Алмагүл Жәнібек қызы құжаттары тапсырып, арнайы 2 оқушымызға 100 000 теңгеден сыйлық ақы ұйымдастырылып, бүгінгі таңда ата-аналар қамқорлыққа алған жауапты қызметкер, қамқорлыққа алған жауапты туысқандарының аты-жөні шотына аударылды. Қазіргі таңда аудару жұмыстары жүргізіп берілді. Қала мектептерінің қара шаңырағы осы жылдар аралығында тарих пен дамумен бірге түлеп, жаңарып жаңғырып, сонау жаман көшіне талабына сай жұмыс жасауда. Биылғы жылы мектебіміздің қысқаша сөзбен айтар кететін болсам, материалдық оқу базасына соңғы 10 жылда жаңартылмаған біздің заманауи кабинеттеріміз жабдықталды деп айта кетсем болады. Соның ішінде биылғы жылғы робототехника кабинеті осы отырғанымыз, мектебімізде физика кабинеті, биология кабинеті, мына жерде қазіргі биылғы материалдыққа алған жабдықтарды көрсек болады. Оның ішінде ол 4 кабинетті арнайы мына тақтадағыдай интерактивті мектебімізде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында кіреберіске оқушылардың распознавание лист бет әлбетімен тексеріп кіргізетін турникет, онымен қатар мектептің айналасына 25 камера орнатылды қазір биылғы оқу жылында. Сонымен қатар биылғы оқу жылында мына мектебімізде көркем әдебиет оқулықтары мен кітапханамызға жаңа кітаптар алып берілді. 207 көркем әдебиет кітабымен толықтырылды. Қазіргі таңда біздің мектебімізде барлық 1 мен 11 сыныптардағы барлық сыныптар 100% кітаппен қамтылған. Жалпы енді материалдық база ғана мемлекеттік сатып алу процесі жүргізілген материалдық шығындарды қаржылай есепке тоқтала кетер болсам, жалпы мектебіміздің 1 жылдық айлық ақы қоры 596 миллион 633 мыңды құрайды. Оның ішінде бізде ыстық тамаққа биылғы оқу жылына 29 миллион 7536 теңге, мынау арнайы мектептің интернет құралдарымен жабдықталуға мына жердегі 1 миллион 351 мың теңге, тұрмыстық тауарларға 1 миллион 333 мың 600 теңге, кеңсе тауарларына 1 миллион 107 мың 900 теңге, спорттық тауарларға 308 мың теңге, коммуналдық қызметтерге 14 миллион 222 мың 899 теңге, бір реттік мемлекеттік баспаларға жазылуға 108 мың, кабинеттерді мынау біз биыл ағымдағы мектептің жөндеу жұмысына 948 мың кеткен, жалпы бөлінген сумасы 2 миллион 400 болды. Соның үнемделген ақшасынан 1 миллион 400-ге бірінші этаждағы, бірінші қабаттағы кабинеттердің едендері ауыстырылды. Сонымен қатар аталған 4 кабинеттің сумасы, ағымдағы жөндеу, мектепті сығымдау жұмыстары, мынау шатырдағы бір реттік пожарный сигнализацияға бөлінген сумалар мына жердегі осы жерден ашып көрсе болады. Бұл жердегі қаражаттың игерілуі мемлекеттік сатып алу портал базасы арқылы жүзеге асты. Сонымен қатар биылғы оқу жылында мұғалімдерді мынау мектепке қажетті құрал жабдықтармен жабдықтау мақсатында мектепте жалпы 81 сынып комплектісі болса, сол 81 сынып комплектісінің ұстаздарға арнайы канс тауарлармен жабдықталды. Сонымен қатар жылдың басында мектебіміздің дене шынықтыру пәні мұғалімдеріне спорттық тауарлар бағанағы жоғарыда қаралған қаражатқа алып үйлестіріліп берілді. Бұл біздің мектебіміздегі мынау мұғалімге мынау материалдық тұрғыдан оқушымен жұмыс жасағандағы көмек құрал деп білемін. Келесі. Жалпы мектебімізде келесі мына жерде биылғы оқу жылында мынау Қасым-Жомарт Кемелұлы елбасы Тоқаевтың жолдауындағы 2021 жылдың қаңтарынан бастап әрбір мектебімізде дене шынықтыру пәні мұғалімдеріне базалық лауазымдық жалақыдан 17 мың теңге төленіп жатыр. Соның есебінен әр ұстазымыз аптасына
2 немесе 3 реттен мектептен мына спорт түрлерінен ата-аналардың өтініштерінің негізінде үйірме жұмыстары жүргізіліп жатыр. Шахмат бұрышы, тоғызқұмалақ, теннис, асық ату, күрестен және волейбол, баскетбол, футбол аптасына біздің оқушылардың сабақтан тыс уақытын тиімді ұйымдастыру мақсатында қазіргі таңда бұл жұмыстарымыздың бәрі әрине нәтижесін беруде. Оқушыларымыз ұлттық мектеп лигасы аясында сайыстарға қатысып, жүлделі орындар алуда. Сонымен қатар ата-аналармен бірге мектепшілік толағай отбасылық сайыстары, мынау мектепшілік ұстаздардың ұйымдастыруымен тәуелсіздіктің кеше 30 жылдығына ұйымдастырған іс-шарадан көрініс. Жалпы енді келесі бөлімде мектебімізде атқарылған тәрбие жұмыстарына тоқталар болсам, 2021-22 оқу жылында Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі аясында кел балалар оқулық тақырыбында санитарлық талаптарды сақтай отырып, таза ауада бірінші сыныптарға арналған салтанатты мерекелік іс-шара өткізілді. Биылғы жылы іс-шарада ерекшелігі бірінші сыныптарымыз әліппе оқулығымен 100% қамтылды. Мерекелік іс-шараға мектеп әкімшілігі, қамқоршылық кеңесі, аталған комитет төрағалары қатысты. 10.09.2021 жыл күні бала қауіпсіздігі басты назарда бала тәрбиесіне ата-аналардың жауапкершілігін арттыру мақсатында 1-11 сынып оқушыларымен ата-аналармен онлайн жиналыс өткізілді. Жиналыс барысында құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында ұл мен қыз тәрбиесі, жыныстық тәрбие, тұрмыстық зорлық зомбылық алдын алу мәселелері талқыланды. Сонымен қатар мектептің ішкі тәртіп ережесі, оның ішінде ата-аналардың міндеттері бөлімімен жеке-жеке таныстырылды. Ата-аналар тарапынан мектеп әкімшілігіне қойылған сұрақтарына тұшымды жауап қайтарды. Сонымен қатар мектебімізде сымбат қыздар кеңесі Үміт Жақсылықова апайымыздың ұйымдастыруымен 8-11 сынып қыздарының арасында қыздардың тәртібі құқық бұзушылық алдын алу тақырыбы аясында аймамай ай сайын жиналыс өткізуде. Аналар клубы, әкелер клуб мүшелерімен кездесулер мектебімізде ұйымдастырылуда. Сонымен қатар мектеп медбикесі тазалық сақтау мақсатында жеке бас гигиенасын және ерте жүктіліктің алдын алу тақырыбында жоғарғы сынып оқушылармен баяндамалар оқып кездесулер ұйымдастырылды. Мынау тәуелсіздіктің 30 жылдығын тойлау мақсатында мектебімізде жұлдызды 30 күн акциясы жарияланып, 15-12 күні 12-2025 желтоқсанның 15 күні Қазақстан Республикасының тәуелсіздік 30 жылдығына орай жұлдызды 30 күн іс-шарасы жоспары негізінде ең үздік 30 ұлан мектепшілік қоғамдық іс-шараларға белсенді қатысқаны үшін марапатталды. Бұл жұлдызды 30 күн аясында мектебімізге мынау оқуға құштар мектеп жобасы аясында осы жердегі жергілікті ақын жазушылар, спортта, өнерде жетістікке жеткен тұлғалармен кездесу ұйымдастырылды. Баны артқа төбеге көтеріңіз. Мынау біздегі Шымкент қаласының тарихын жазған Момбек Әбдәкімұлымен төбеге көтеріңіз. Оқушылармен үнемі кездесу ұйымдастырылды. Төбеге арт жақта бар. Момбек Әбдәкімұлымен. Жоқ, жоғары. Тағы артқа. Төбеге. Қай жақта? Бас жағына қойыңыз. Арт жақта бокс емес қой, арт жақта да бас жағында. Жиналыстарымыздан үзінді. Қайда тыңдай? Yok, ya böyle tutmak.